Так, бүгін досмарттан не үшін қате жіберген үшін отказ жасайтын туралы тағы айтып өткім келеді. Интернет тым нашар істеп тұрады ғой, дұрыс болмай. Вот сол кезде ошибка беріп қалады. Түсірген чектеріңіз бар ғой, міне received деп қалады да, сосын жіберген чегің көрінбей қалады екен. Ол интернеттің нашарынан болмаса сеть ұстамай қалған кезде. Бетіп шығады, ошибка, к сожалению, не нашли ФП деп. Олардікі дұрыс шығар, бірақ, мне кажется, оны әдейі істейді. Себебі мен прикрепить етіп атқан кезде нормальный болып көрінді. Вот ошибка ол неден? Интернеттің нашарынан деп қояды, ол мүмкін емес. Мейлі енді мынаны өткізіп жібердім, келесісін көрдім. Суммасы міне 10.616 теңгеге мен чекке жібердім да, барлығы бар ішінде. Печенье рахат, несі бар, кола, фанта, спрайт, чипсы, сүт, барлығы прям күшті чек алған жібергенем, и міне саған осылай шығып тұр менде. Так, енді көреміз ары қарай. Дайректіне жаздым, қазір оны да салам сабақ урок ретінде.